Жанагы адам өлгөндөн кийин сүйектері шіріп кетеді. Әбден шіріп жоқ болады ол сүйек. Біреу теңізде өледі, балық жеп қояды, бір дауыл алып кетеді ұшырып. Міне сол шашырап қалған, жоқ болып кеткен сүйектерді қалайша Алла Тағала қайтадан жинайды дейді. Қалайша Алла Тағала оны қайтадан жинауы мүмкін деген жаңағы теріс пікірлерін әдейіге айтады. Сол теріс пікірлер арқылы күдіктеніп жүргендердің күдігін арттырады. Көрдіңіздер ме? Міне Аллах Тағала келесі аятында былай деп айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аяхсабул инсану аллан наджмага ғизама. Сонда сол адам есептей ме дейді, қараңыздар. Солай ойлай ма ол, біз оның сүйектерін жинап бере алмаймыз ба деп ешқашан. Алла Тағаланың наразылық хабары. Сонда мен де күдіктеніп тұрма дейді ол. Менің құдіретімді күдікке шығарып тұрма дейді. Мен сүйектерді қайтадан жинай салуым, сол нәрседе ол ойланып тұрма дейді. Қараңыз қандай мәселе. Адам ойлай ма, біз оның сүйектерін толық жинастырып беруге құдіретіміз жетпей ма деп. Бәлә дейді. Қараңыздар, Алла Тағала келесі аятында керісінше болады дейді, сен ойлағаннан. Адам үлкен сүйектерді айтып отыр ғой, мына сүйектерді. Алла Тағаланың қараңыз қандай жауабы, қандай әдемі. Керісінше қодирина. Қараңыздар, біз толық құдіреттіміз дейді. Біз толық құдіреттіміз. Қандай нәрсеге Раббымыз? Ала ан нусауия банана. Адамның денесіндегі сүйектердің ішіндегі ең ұсақ сүйектер саусақ сүйектер екен, аяқ пен қолдағы. Мына саусақ сүйектеріне дейін түгендеп береміз дейді. Саусақ сүйектеріне дейін түгендеп беруге құдіретіміз жетеді дейді біздің. Мына саусақ сүйектері деген сөз, мынау тағы да бір тереңірек, жақынырақ түсіндірілетін үшін ювелирный жұмыс деген болады. Түсіндіңіздер ме? Өте нәзік істелетін нәрсе. Мына сағатты шұқылап отыратындар болады ғой. Өте ұсақ нәрселерді ретке келтіретін. Мына саусақ сүйектеріне дейін түгендеп беруге құдіретіміз жетеді дейді. Сондай-ақ саусақ сүйектері деген мұндағы банана деген сөз тек қана саусақтың бүгілетін жерлерін әрқайсысын банан деп атайды. Түсіндіңіздер ме? Ұсақ сүйектер. Сосын мына саусақтың басындағы терілер бар ғой. Әрбір терідегі із бар. Терідегі ізді сіздер білесіздер, ана отпечаток пальцев деген нәрсе алады. Неге? Өйткені ешбір адамдікі ешкімге ұқсамайды ешқашан. Анау Адам алейхиссаламнан бастап қияметке дейін жаралатын ең соңғы адам ешқайсының саусағында ұқсастығы жоқ екен ізде. Міне құдіреті қандай. Осы ізімен қоса жинап берем деп отыр Алла Тағала. Мен құдіретім жетеді дейді бұған. Сөйтіп бұл аятпен Аллах Тағала мына қияметке деген иманнан адамды бөгелейтін өзі екі нәрсе бар екен. Имам Фахруддин Ар-Рази өзінің тәпсірінде соны баяндаған. Біреуі шубха дейді. Шубха деген біздегі шүбә деген сөз бар ғой. Күмән. Осы аяттағы жауабымен Алла Тағала күдікті не істеді? Күдікті жойды. Бүкіл нәрсе бұл жерде қайта тірілту менің құдіретіме ғана тіреліп тұрған нәрсе дейді. Қараңыздар. Жаңағы иннама қаулуна ли шейин, әдем айтады Құранда. Иннама қаулуна ли шейин иза араднаху ан нақула лаху кун фаякун. Қараңыздар. Егер де бір нәрсені біз қаласақ, біз тек сол нәрсеге бол дейміз дейді. Ол бола қалады дейді. Міне құдіреті қандай да. Бізді қазір осы дүниеге жаратқанда біз өткенде айттық қой, 9 ай бойы жаралдық біз. Қиямет әп сәтте тұра қалады екенбіз қабірден. Әп сәтте. Фаиза жаңағы нуфиху фис-сури, сұрға үрленген кезде, фаиннама хия зажрутун вахида дейді Алла Тағала немесе. Ол тек қана бір ғана айқай болады дейді, сұрдан шыққан. Қараңыз. Изахум янзурун, барлықтары қарап қалады дейді. Болды. Қабірден тұрған кезінде айтпайды Алла Тағала. Қарап тұрған сәтін айтып жатыр. Қараңыз. Бұл Алла Тағаланың құдіреті қандай керемет. Сөйтіп бүкіл күдікті аятпен не істеді Алла Тағала? Итеріп тастады. Күдік шешілді дейді. Міне.
Бұдан кейін кім күмәнданатын болса, оныкі өтірік күмән деді. Ол бір нәрсе бөгет тұр дейді оны тағы да. Ол екінші бөгелетін нәрсенде қазір келесі аяттарында айтады, оған келеміз. Бірінші бөгейтін нәрсенде нәрсе екен? Күдік. Міне. Көрдіңіз ғой қандай мәселе. Соны Аллах тағала жоққа шығарды. Адам баласы есептей ме, ойлай ма? Біз оның сүйектерін ешқашан жинап бере алмаймыз деп. Бәлә, керісінше. Біз әсте құдіреттіміз дейді. Біз толық құдіреттіміз. Тіпті оның саусақтарынан бастарын, терідегі іздерін, саусақ сүйектерін де түгендеп беруге құдіретіміз жетеді дейді. Міне. Оның бәрін жаратады Алла Тағала. Оп-оңай Алла Тағала бұл. Бір ғана айқай болады, түгелі тұра қалады, бітті. Бүкіл нәрсе орнында жаралған. Бұл сүйек мәселесінде айтылу мәселе, жаңағы осы жерде айтылуы бекер емес. Неге сүйектердің айтылуы? Алла Тағаланың жаңағы Құранына, пайғамбарымызға салыстырам, қиямет күніне иман келтірмеген жаңағындай Абу Жахил сияқты, Ади ибн Аби Рабиға сияқты, Әл-Уалид ибн Мұғира сияқты тұлғалар, олар сұрақты кеп осындай күмәнді түрде, қарсыласу түрінде қойса, мұсылмандар тарапынан да сондай бір қойылған сұрақтар болған. Бірақ ол сұрақ күмәнмен байланысты сұрақ емес. Ол көзі жетсе екен деген нәрсе. Көзі жетсе екен деген мәселе. Содан Алла Тағала Бақара сүресінде бір екі оқиғаны келтіреді. Біріншісі оқиғасы тәпсір кітаптарында Узайр деген пайғамбар дейді. Узайр Исраил ұрпақтарының буынында болған Узайр деген пайғамбар дейді. Тағы бір риуаятында оны Хискил деген пайғамбар дейді. Бұлардың қайсысы болса да жаңағы пайғамбар болғаны анық, сосын жаңағы Исраил ұрпақтарынан болғаны анық. Міне солардың біреуін ата мысалға келтіріп жатыр. Аукаллази марра ала қариятин. Немесе мына мысалды айтайын дейді, мен ата оқиғаны айтайын дейді. Ол кісі дейді, жаңа кісіні айтып жатыр. Бір ауылдың қасынан өтіп бара жатқан еді. Ала қариятин. Хауият жаңағы ала урушиха. Шаңырақтары жерге түскен, құлаған, құртылған, еш нәрсе қалмаған ғой ауылдан. Түк қалмаған, қираған. Бұт-жыт болып жатқан ауыл. Тіршіліктен бос ауыл. Соның қасынан өтіп бара жатқанда, «Анна юхи хазихилла». Алла осыны қалай жаратады екен деген. О жақта күмән нәрсе емес. Көзбен көру. Түсіндіңіз бе? Көзбен көргендей болмайды ғой. Сол нәрсені жаңағы осындай сұрақты қойып қалған бетте фааматахуллаху миата амин қараңыздар. Аллах Тағала оны сол жерде өлтірді дейді. 100 жылға. Сумма бағаса. 100 жылдан кейін қайтадан тірілтті. Тәпсір кітаптарында айтады. Алдымен көзін тірілтті дейді. Қараңыз. Жанды қосқан кезде көз жұмыс істей береді екен, болды. Көзбен көрсе де өзінің қалай құралып жатқанын. Сүйектері құралып, өзіңіз ойлаңыз, көз көріп тұрды бұл нәрсені. Ет қапталған. Сол нәрсені айтып жатыр да. Сумма бағаса. Қола кәм ләбиста. Тірілткеннен кейін Алла Тағала сұрайды екен. Қанша кідірдің ұйқыда деп. Көрдіңіз ме? Қола ләбисту яуман ау бa'да яум. Жаңағы Алла Тағала оны өлтірген кезде күндіздің басы болған екен. Қайта тірілткен кезінде кешке жақын тірілткен екен Алла Тағала. 100 жылдан кейін. Сонда ол таңертең мен кешті ғана еске алады да, бір күн сияқты, не бір күннің кейбір бір бөлігі ғана сияқты дейді. Бәлләбисті миата амин. Сен 100 жыл кідірдің дейді. Қараңыздар. Фанзур иля туамика. Менің бір құдіретімді қара дейді. Қара, сол 100 жылдан бұрынғы тамағыңа қара. Вашаробика. Тамағы мен сусына қасына қойып, сөйтіп отырған кезде жаңағы сұрақты айтқан кезде Алла Тағала өлтірген ғой. 100 жылдан кейін тамағы мен сусына ләм ятасанна дейді. Алла Тағала құдіретін қарас, мүлде бұзылмаған дейді. Өзгермеген де. Еш өзгермеген. Тамағын сол бетінде қалдырған екен сусынымен. Тек өзімен есегін өлтірген екен. Сосын айтады, унзур иля химарика.
Қара ана есегіңе енді. Ва нажғалака линажғалака аятан линнас. Біз сені адамдарға бір белгі қыламыз. Осы құдіретті таныстыратын дейді. Унзур илер айзоми дейді. Көз алдында есектің сүйектері құрала бастайды. Қараңыз. Көз алдында есектің кайфануншизуха. Қара сүйектерді қалай тұрғызып жатырмыз дейді. Сүйектер құралып жатыр. Бүкіл сүйек орнына келген кезде сумманаксуха лахман. Сосын етті қаптайтынымызды қара қалай дейді. Ет қанға келе жатыр дейді ана жерде. Қан, ет түгел нәрсе көз алдында. Сөйтіп есек тірі жанын салды, есек те білмейді қанша кідіргенін. Фаламма табайяна лаху. Осылайша көзі айқын жеткен кезде қала айтты дейді ол кісі. Ағламу анналлаха ала кулли шей қадир. Мен білемін. Мен әуелгісімен осындай нәрсені көргендердің дейді, өз заманды қараңыз. Мен білемін Аллах Тағаланың бүкіл нәрсеге құдіретті екендігін деген. Міне, көз алдында қалай тірілткен. Сол секілді, ва исқала Ибрахим де айтқан еді дейді. Робби, арини кайфа тухил маута. Раббым көрсетші көзіме, өлілерді қалай тірілтесің деп. Қала авалам туъмин, сен иман келтірмегенсің бе? Бәлә, жоқ Раббым, керісінше имандамын. Валакин лиятмаинна қолби, тек мына жүрегім көзбен көргендей болса деген нәрсемен ғана сұраған едім. Олай болса еңбек етесің дейді қазір көргің келсе. Фахуз арбағата минат тойри, 4 түрлі құсты жинап әкел. 4-еуі әр түрлі. Жаңа тауыс деген құс бар, мысалы павлин дейді ғой. Мысалы түйе құс бар, жаңағындай қаз деген құс бар. Міне осындай жаңа 4 түрлі құсты алып кел дейді. Фахуз арбағата минат тойри фасурхунна. Әрқайсысын бауызда, сосын түгел жаңағы нелерін жұлып таста, жүндерін. Сосын бөлшектеп таста, сосын араластыр. Сосын 4 бөлікке бөл. 4 бөлікке бөлді, фажал жаңағы ала жабалин. Әрбір бөлікті бір таудың үстіне апарып таста дейді. Жаңа бөлігімен барады, еңбек ана таудың үстіне біреуін қой кетеді. Келеді де екінші бөлігіне қалады, ана таудың үстіне қояды. Үшінші бөлігін алады, үшінші таудың үстіне қояды, төртінші бөлігін алады, төртінші таудың үстіне қояды. Суммадаухунна. Енді шақыр дейді жаңа 4 құсты. Яатина касағия. Құстар келіңдер деген кезде ауада қанға, тамырға, сүйекке, жүн жаңа қыл бүкіл 4-еу қасына келе қалады. Вағалам, біл, ей Ибрахим. Міне, біл. Анналлах азизун хаким. Сенің Раббыңның күші мықты. Бүкіл нәрсе оның алдында бола қалады. Және ол сондай дана. Міне, мұъмин, бізге сол кісілердің осы көргені, осы Құранда соның баяндалғаны былай жеткілікті. Көзбен көру иман үшін шарт емес ол. Бұл ғайыптардың бәрін көрсетеді Алла Тағала. Өлім сәтінен бастап ғайыптың перделері ашыла бастайды. Әрбір сенген нәрсеміз, құрметті мұъминдер, өлім періштесінен бастап сенген нәрселеріміз, әуелгісі өлім періштесі ғой, ғайыптан ашылатын. Бізге бәрі көрінеді оның. Міне, тек біз сол амандықта жолықса екен деген тілегіміз болсын бәрімізде. Амандықпен, сәлеммен болса екен бәрі. Шыға ғой деп басталса екен. Өйткені шыға ғой деп басталғаннан кейін ар жағы жеңіл болады. Ал сенбеген нәрселерін көреді. Сөйтіп ұтылғандар солар болады дейді ертең. Иннал хосирина, айт пайғамбар оларға, шынында өмірлерін сырапқа кетіріп, заяға кетіргендер, олар аллазина хосиру анфусахум ва ахлихум яумал қияма. Қиямет күні келген кезде өздерін де, бүкіл отбасыларын да зиянға ұшыратып жібергендер дейді. Міне, ешқандай пайда таппағандар қияметте. Ала, естеріңде болсын, залика хуал хусронул мубин. Нағыз зиянға ұшырау деген сол дейді.